30-шы теманың 21-ші сұрауын. Массасы 120 грамм болған 15%-лі сульфат кислотаны тауып алайын бірінші. H2SO4. 120-ны 15-ге көбейтеміз, сөйтіп 100-ге бөлуіміз керек. Қағидасы бойынша. Солы кезде алжаспасам 18 грамм сульфат кислота пайда болып береді менде. Ал мынау 120 деген ерітпесі. Сонда 120 грамм ерітпе болса, 18 грамм сульфат кислота болса, қалғаны 100,2 граммы су болады. Су болады. Ол не қылады? Күкірт 6 оксид деген сөз берілген. Оның формуласы SO3. Бұл 120 граммның ішіндегі сумен реакцияға кірісіп, маған сульфат кислотаны пайда етіп береді. Сөйтіп сульфатлар көбейіп барады біздерде. Сульфатлар көбейіп барады. Хоп, көбейсін. SO3-тің 12 граммы беріп қойды, жазаман мен де 12 деп. Астына 80, бұның астына 98, үстіне 14,7 алжаспасам. 14,7. Басып көрейін. 12 көбейті 98 бөлу 80. 14,7 дұрыс. Менде бұл да сульфат кислота, мынау да сульфат кислота, әзір қосатын жеріміз шығады. Пайда болған ерітпеде масса үлесі сұрап жатыр. Сірә пайда болған ерітпеде сульфат кислота біздердің еріген затымыз болады. Сол үшін сульфат кислотаға тиесілі мағлұматларды бөлшектің үстіне жинап атырмын. Бөлшектің астына ерітпе 120 грамм керек болады. Қосылған, үстіне қосылып атқан 12 грамм. 12 грамм жазылуы шарт. 12 граммды SO3 деймен, мынау сульфат пенен су деймен, мынау сульфаттың өзі, мынау пайда болған сульфат. Көбейту 100 керек, жауаплары 0 деген сандар басыланбаған. Калькулятор басып көрсеңіз 24,8 шығып береді. Ол дұрыс болады. 22-ші сұрауда 8%-лі алтын күкірт оксидтің суда тұрғанда реакцияға бірден кірісіп кетеді. Соң үшін 8% деп алу қате болады. Соң үшін қате деп жазып қойыппыз. Оны шығармай тұрамыз. 23. Концентрленген 19% сульфат кислота ерітпесі мол мықтарда цинк өзара реакция нәтижесінде пайда болған тұздың масса үлесін тауып бер. Сұрау көрініп тұрыпты. Енді шығару жолына қарасақ. Ерітпесін 100 грамм деп ойлағанымыз өзімізге қолайлы. Ойладым. Көбейту 19%. Ол 19 грамм болады. Өтуәр береш 100-ге 19 көбейтіп 100-ге бөліңіз керек, процент деген белгі жоқ болып кету үшін. 19% сульфат кислота, яғни H2SO4-тің өзіне тиесілі болады. H2SO4-тің өзіне, басқасына емес. Ол не қылу керек? Цинкпен реакцияға кірісу керек. Цинк өзара реакция нәтижесінде. Онда H2SO4 қосылған цинк пайда болады. Цинк SO4 қосылған H2. Реакциялары көп, осы реакцияны алсақ, жауабымызға дұрыс келеді. Үстіне 19 грамм, асты 98, 65, 161, мынау 2 грамм. Үстінен мынаның реакцияға кіріскені пайда болады, мынаның пайда болғаны, бұның да пайда болғаны шығады. 19 көбейту 65 бөлінген 98. 12-де 6 грамм. 161 көбейту 19 бөлінген 98. 31-де 2 грамм. 19 көбейту 2 бөлінген 98. 0,387 грамм. Газ ұшып кетеді, соның үшін водородтан есептауым керек болды. Пайда болған тұздың масса үлесі. Омега бойынша бөлшектің үстіне пайда болған тұз деген үшін цинк SO4 жазылады. Бөлшектің астына H2SO4 пенен судың ұлма массасы 100 грамм деп ойладық, сол жазылады. Қосылған цинк үстіне қосылып атырды, алынған водород ұшып кетіп атырды. Сонымен көбейту 100 десем, жауап шығып келе қояды. Енді сандар мәнісінде қойсам, омега процент тең, бөлшектің үстіне 31-де 2 грамм, бөлшектің астына 100 грамм, қосылған 12-де 6, алынған болса 0,38, көбейту 100.
ұлымалық мағлұмат сол. Kalkulatorda басып көрсем, A жауап 27-де 8% шығып берсе дұрыс болады. Кейінгі 24-ші сұрауда дұрыс жауап берілмей қалған кітапта өзіміз шығарып қоямыз. Мынандай болған: перхлораттың 100 грамм ерітпесінде кислород атомдар саны. Хоп, перхлорат деген не екеніне әтібар береміз. Перхлорат. Кислотасы бар екен. Кислотасы H-хлор O4 деп айтылады. Сөйтіп, бізге 100 грамм ерітпесін берген, оның 45%-ін табамыз. 100-ге бөліміз керек, және көбейтіп болып. Сол кезде 45 грамм перхлоратқа тиісті мағлұмат пайда болады. H-хлор O4-ге тиісті мағлұмат. Енді H-хлор O4-тің MR-ін тауып көре жақ болсам, (100,5) шығып береді екен. Оның ішінде сұрауда біздерде кислород атомдар саны деді. Сонда кислород намында 4. 4 кислород атомы. 4 кислород атомы. O4 болғаны үшін 45-ті қанша деп есептейміз? 45-ті 4-ке көбейтіп 100,5-ге бөлуіміз керек. 45 көбейтіп 4 бөлінген 100,5. 1,791 моль керек болады. Енді перхлорат кислотаның 100 граммының 45 граммы перхлорат болса, қалғаны небеге тиісті болады? 100 алу 45 тең 55 грамм су. H2O. Суды неге есептеп атпан? Кислород атомлары деді. Кислород суда да бар, кислород перхлоратта да бар. Сол үшін оны да есеплауым керек болды. Сөйтіп, 18 грамм суда 1 кислород атомы бар. 55-ті қанша деп басып көремен. 55-ті 18-ге бөліп жіберемін. 3,05555 деген сан біздегі кете береді. Моль. Енді жауаптарда 25-24 дәрежелер бар, онда 6,02 деген мағлұматқа пайдалануым керек. Кислородлар жинап атырман. 1,791 қосу 3,05555 арман қарап кете береді. Екеуін қосып тұрып 6,02-ге көбейтсем, бізге керек болып тұрған 29-да 1 деген сан шығады. Біздер есеплардың жолын үйреніп атырмыз. Топламдар толық белгілеп шығуымыз шарт емес, қате есепларын болып қалуы мүмкін. 25-ші сұрау. Bir hacim su, 1,25 hacim водород хлорид eritmesi hosil bo'lgan xlorid kislotaning eritmasining massa ulushi. Xo'p. Bir hajim degani 1 litr degani. Suyuqliq bo'lgani uchun 1 litrda 1000ga ko'beytib 1000 millilitr deb шығарып аламын. Сөйтіп, судың тығызлығы 1 грамм millilitr деген қағида бар. Тек суға тиесілі ол. Бізде формула бар. Кішкентай m-ны тағуым келіп тұрып па, v-ны көлемге көбейт деген. Тығызлық 1 көлем 1000 millilitr, соменен 1000 грамм шығып береді. Суға керек сан. Енді 1,25 хажим водород хлорид ол газ болған үшін басқаша жолмен кетеміз. 1,25 хажим тең 1,25 литр. H-хлор дегені үшін. H-хлор газ болғаны үшін Авогадродағы 22,4 литр керек болады. Турысына грамм керек болып тұрыпты да, H-хлордың MR-ін жазаман. 36,5. 1,25-дің турысына қанша?
пропорцияда 1,25-ті 36-5-ке көбейтіп 22-4-ке бөлеміз. $203 грамм. Мында. Қашқылар екенім көп тұрпыз. Хоп, сұрауда масса үлесін сұраған жері бар еді. Масса үлес сол омега менен істеп шығара береміз. Омега тең бөлшектің үстіне еріген зат 203,68, бөлшектің астына еріген зат һәм ерітуші, яғни су. Көбейту 100 деген мағлұмат бізге керек болады. Сол жерден 16-та 9 шығып береді. Давам етеміз. 26-шы сұрау. Сульфат кислота біздер формуласын қара жібереміз. H2SO4. Сөйтіп оның MR-ін тауып жібереміз. 98. MR тауғанда водородтың массасы 1,2-ге көбейтеміз. Күкірттің массасы 32 қосамыз. Кислородтың массасы 16 4-ге көбейтеміз. Сөйтіп бәрін қосамыз. 98 шығады сол кезде. Онда MR менде белгілі болды. 2,87 м үлкен м тұрса, біздер оны С маляр деген формула әріппенен белгілесек болады. Онда С маляр бар. Кейінгі мағлұмат тығыздылық. Ерітпесінің тығыздылығы бар екен. 1,175 грамм сантиметр куб. Сантиметр кубты миллилитр деп алсақ та болады. Пайыз концентрация қанша деп бізге сұрау беріп жатыр. Онда соған түсетін бір формула бар. С% тең С маляр көбейтілген MR бөлшектің астына ро көбейтілген 10. С маляр 2,87, MR 98, тығыздылық 1,17 көбейтілген 10. Осы жерден А жауаптағы 24 деген сан шығып беруі керек. Өлшем бірлігі пайызда. 27. Ерітпелік су құрамында мынандай дана водород атомы болса, мындай процент қашқылы ерітпесі сусыз кислотаның масса үлесін тауып бер. Судың құрамында деп атырыпты. 3,612 көбейту 10-ның 24-ін ең бірінші 23 дәрежеге әкеп аламан. 36,12 болады. Көбейту 10-ның 23-і. Авогадро саны 6,02-ке бөлсем 6 шығып береді. Бұл судағы водород. Судағы водород атомы. Айтып жазып атырман, түсінбеген жер болса, видеоны қайтан көріп жібересіз. Хоп, суда H2O. 2 водороды бар. Масса керек болады 18 граммында 2 атом водород. Сұрады болса 6 деп атыр. 6. Бұяққа X. 6-ны 18-ге көбейтіп 2-ге бөлемен 54 деген масса шығып береді. Ал жазбасам. 54 грамм бұл су. Су екен көрініп тұрды. Қашқылор ерітпесі һәм сусыз кислотаның массасын сұраған жері екен. Хоп, біздерде ерітпе бар. Біздерде хлорид кислота бар. Мында жазып қойды. Қашқылор қосу су. Ерітпе бар қола 100% болу керек. Атомы болған 23% хлорид кислота. 23% ізіндегі бірікпе қашқылорға тиесілі. 23%. Сонда суға неше процент қалады десе, 100-ден 23-ді аптастаймыз, қалған 77% суға тиесілі болады. Енді менде не бар? 54 грамм су бар. Соны берман апкелемен берге. 54 грамм. Судың граммы бар, судың проценті бар, тұздың проценті бар, граммы жоқ. Онда кислота тең деймен. 23-ті көбейтемен 54-ке бөлемен 77-ге. 16-да 1. Бір жауабым менде бар. Бір жауап шықты. Кейінгісі ерітпен сұрап атыр. Ерітпе тең деймен.
100-ді көбейтемен 54-ке бөлемен 77-ге. 70,1 деген мағлұмат менде шығып беріп атырыпты. Екеуі менде А жауапта бар. Болды. Кеңсі 28-ші сұрау. 28-ші сұрау. 20 грамм ертпе көбейту 10% тең болады 2 грамм тұз. 10 грамм су, 5 грамм тұз қосылды, ертпе массасы 2 мәрте кемейгенше булатылды. Сонда ертпе қанша болды? Ұлыма тұзды тауғым кеп тұрды. Тұз 2 грамм бар еді, үстіне қосылып атырды 5 грамм тұз. Сол кезде 7 грамм тұз ұлыма болды. Ұлыма болды. 7-ні белгілеп қойын керек болады. Екі грамм тұз болды, 2 грамм тұз қосу 5 грамм есаптағы сан. Есапта тұрды, ұлыма деп жазып қойған сөйтіп. Кейін ертпе тайырлай жақпан, дәслеп 20 грамм ертпе бар еді, оның үстіне 10 грамм су қосылып атыр еді. Мұнда мағлұмат. Сөйтіп, оның үстіне қайтан 5 грамм су қосылып атыр. Қосу 5 грамм тұз. Шыққан саным 35 граммды құрайды. Сұрауда 2 мәрте кемейгенше деген жері бар. Сол үшін 35-ті 2-ке бөліп жіберіп атпан 17,5 деген санды бізге береді. Бұл пайда болған ерітпенің массасы болады. Пайда болған ерітпенің массасы болады. 2 мәрте деген сөз бар. 2-ні қақтан алдық білмей қалмайық. 2 мәрте кемейді деген жер. Сол үшін бөлдік. Әтібар береміз. Булатылды деген уақытта су ұшып кетеді. Тұз қалады. Сол үшін 7-ні тұрақлы қылып қойыппыз. Омегаға қойып жібереміз, сонымен жауап шыға қояды. Омега процент тең бөлшектің үстіне тұз 7 грамм, бөлшектің астына ертпе 17,5 грамм. Көбейту 100%, сол менен А жауап менде шығып береді 40. Болды. 25% тұз ертпесі, оған салыстырғанда 2,5 мәрте ауыр болған 10% ертпе қосылды, алынған ертпенің пайыз концентрациясы. Қандай болады екен? Есаплап көреміз. Ертпен 100 граммда ойлаған өзімізге қолайлы. Өзімізге қолайлы болады. Сөйтіп оның 25%-ін табамыз. 100-ге бөлетін жері бар. Сол кезде 25 грамм ішіндегі тұз болып келеді. Тұз деп қойды, ішіндегі тұз. Болды. Оған салыстырғанда 2,5 мәрте ауыр болған 10% ертпе. Оған дегенде дәслепке ертпеге салыстырып атыпты. Онда қосылған ерітпе десем. 100 көбейтілген 2,5 мәрте ауыр. 2,5 мәрте деген сөз ауыр деген үшін көбейтіп атпын. Тең болады 250 грамм. Бұл не десе қосылған ертпе деп айтуыңыз керек. Сөйтіп оның 10% деген жер мағлұматы бар. 10-ға көбейтсем 25 грамм тұз менде қосылып атырыпты. Алдынан қосу жазып қойын, қосылған тұз екенін біліп отыру үшін. Хоп. Болды, омегаға салып жіберсек дұрыс болады. Омега тең бөлшектің үстіне тұзлар 25 қосу 25, бөлшектің астына ертпелер. Мұнда 100 қосу, мұнда ертпе 250. Көбейтілген 100 керек болады. Сонымен 14,3 деген сан шығып береді. 14,3-ке жақын сан болуы мүмкін, анық өзі шықпай қалуы мүмкін. Кейінгісі 30. Сахароза ертпесі мол үлесінандай болған масса үлесін тауып бер. Сахароза
Сахароза формуласы С12, H22, O11. Мрге келетін болсақ, мрі 342 грамм моль болады. Мрдің өлшем бірлігі грамм моль. Азас көтпең. Хоп. Тәслеп 100 моль ертпе деп ойлап тұраман. 100 моль. Көбейтемен оның 2%-ке. Сол кезде 2 моль сахарозаныкі шығады. Кейінен 100 моль ойлап таудым. Қалеген сан ойлап көрсеңіз болады. 100 деп ойлай беріңіздер. 100 мольдан 2 мольді аптастадым. 98 моль. Енді 2 моль сульфат кислота болса, қалған 98 моль ерітпе деген сөздегі суға тиесілі болады. Яғни H2O. Бұларды қалай пайдаланамыз? Масса үлес сұрап атқаны үшін мрлені көбейтіп шығамыз. Яғни омега тең бөлшектің үстіне 2 көбейту 342, бөлшектің астары тап үстінде 2 көбейту 342 қосылған 98 моль көбейту 18 мрі судың. H212, S6, H12, S12, H22, O11-дің мрі. Көбейту 100 деген формулада мағлұмат бар, соменен 28% шығып беру керек. Калькулятор басып көресіз, шығып қалуы керек.